Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз спорттық медицина пәнінен жаңа алғашқы тақырыбымызды өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорттық медицинаның мақсат міндеттері, құрамы, тарихы мен оның ұйымдастырылуы. Сабақтың мақсаты студенттерге жаңа пәннің мазмұнын түсіндіру, дене тәрбиесінде денсаулықтың рөлін нақтылау, қашықтықтан оқытуда білім деңгейін жетілдіру. Және сабағымыздың міндеті спорттық медицина туралы жалпы түсінікті қалыптастыру, дәрігерлік бақылау, дене шынықтыру, сауықтыруға арналған дене шынықтыру саласында терең білімді қалыптастыру болып, сабағымыздың міндеті айқындалады. Енді спорттық медицина деген ұғымға нақты айқын тоқталайық. Бұл кәсіптік медицинаның дамуына кіретін, аумағына кіретін және денсаулықты нығайту мен сақтауға бағытталған барлық қызметтердің түрі. Ондағы ауруларды емдеу, ауруларды алдын алу, сонымен бірге дене шынықтыру мен спортпен шұғылданатындардың жаттығу тиімділігін жоғарылату болып табылады. Сонымен спорттық медицинаның зерттеу объектілеріне барлық спортшылармен қатар спортпен айналысатын жас балалар, егде жастағы адамдар, әйел адамдар, ер адамдар, осы спортпен айналысатындардың емдік және сауықтыру, дене шынықтырумен шұғылданатынның бәрі түгел қамтиды. Спорттық медицинаның негізгі мақсаты, жалпы бұл саланың негізгі мақсаты адамдардың денсаулығын нығайту және оны сақтау, дене шынықтыру мен спортпен шұғылданатындардың аурулар мен патологиялық жағдайлардың алдын алу, дене шынықтыру мен спорттың тәсілдері мен амалдарын тиімді пайдалану, жүктемеден кейінгі денені қалпына келтіру, оны қолайландыру және жұмыс қабілеттілігін жоғарылату, өмірінің шығармашылық және белсенділігін арттыру. Мына жерде мен спорттың тәсілдері мен амалдарын тиімді пайдалану деген сөзді ерекшелеп қойдым. Не себептен? Өйткені спортпен айналысқан адамдардың амалдарын тиімді пайдалану, бұл денеге түскен жүктемені қалыптастыру, сол жүктемені ретке келтіру, дененің қан қысымын қалыпты ұстау, хронометраж, дене қызуларын қалыпты ұстау, осының бәрін спорттың тәсілдері мен амалдарын тиімді пайдалану түріне жатқызамыз. Спорттық медицинаның негізгі мынандай міндеттері бар. Дене шынықтыру мен спортқа қатысуын қамтамасыз ету. Яғни баланың, оқушының дене шынықтыру мен спортқа қатысуын қамтамасыз ету. Әрине ол дәрігерлік көрсеткіштерге байланысты, әр баланың өзінің дәрігерлік көрсеткішіне байланысты. Әрі қарай спорттық бағдармен іріктеу сұрақтарына қатысу, спортпен және дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылданатындардың қызметтік жағдайларын жүйелі түрде бақылап тұру, ауруларды, жарақаттарды талдау, барынша ерте диагноз қою, емдеу және алдын алу үшін тәсілдер пайдалану. Яғни алғашқы медициналық көмектерді көрсету. Сабақтар мен жаттығулардың тиімді кестелерін әсіресе әртүрлі контингенттерге байланыстыру. Және соңғы міндеті практикаға дәрігерлік биологиялық амалдар мен тәсілдерді апробациядан өткізіп ендіру. Енді спорт медицинаның қысқаша тарихына тоқталып кетейін. Египет, жалпы Египетте медицина болсын, өнер, мәдениет, бәрі осы Египет мемлекетінде бастау алғаны, дамығанын біз тарихтан әуелден білеміз.
Соның ішінде Египет медицинасының мұрасы ежелгі грек және Рим медицинасының дамуына үлкен үлес қосты. Гиппократ ежелгі грек дәрігері екенін біз тарихтан білеміз. Ол ежелгі Грекияның Кос аралында біздің заманымыздан бұрынғы 460 жылы туылып, 377 жылы дүниеден озған деген деректер бар. Грецияның дәрігерлерді тағайындайтын мектептер болған Грецияда. Осы мектепте оқыған көптеген дәрігерлер гректердің ұғымы бойынша денсаулық құдайы Аклепийдің ұрпақтары деп санаған. Гиппократтың жинақтары адамдарды шөп тұнбалармен емдеу, тіс және ішек аурулары туралы жазылған жазбалары бар. Енді бүгін сабағымыздың негізгі ұғымы денсаулық ұғымына толықтай тоқталып кетейік. Денсаулық дегеніміз не? Денсаулық дегеніміз өмір сүрудің тұрақты түрі және де сыртқы ортаға бейімделудің үнемді, оптималды механизмдері. Сонымен бірге қызметтік қордың кейбір өзгерістерге байланысты болуы. Міне денсаулық дегеніміз механизмдер мен байланыстардың өзара әсері денсаулық болып саналады, есептеледі. Денсаулықтың жалпы белгілері өте көп. Соның ішінде негізгі белгілері бұл құрылысы мен қызметінің сәйкестігі, яғни ағза құрылысы мен қызметтің бір-біріне сәйкестігі, морфологиялық және қызметтік кемістіктердің өзара болмауы, жоқтығы. Келесі белгісі денсаулықтың ағзаның ішкі ортаны тұрақты деңгейде сақтауы. Бұны медицинада гемостаз деп атайды. Және соңғы түрі өте жоғары жұмыс қабілеттілігін және адамның өзін-өзі жақсы сезінуі бұл денсаулықтың негізгі басты міндеті болып есептеледі. Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі спорттық медицинаның жалпы мақсаты, міндеті, тарихы, жалпы денсаулық дегеніміз не, спорттық медицинаның қандай салалары бар, қандай адамға тигізетін әсерлері бар, жүйелері бар, сол туралы бүгін біз қысқаша тақырыпты түсініп өттік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.